YouTube'да алғашқы 10 мың оқырманға қалай жетуге болады? Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін осы туралы талқылайтын боламыз. Көп арналар алғашқы 1000 оқырманына жетеді, бірақ ары қарай тоқтап қалады. Бүгін мен сіздерге алғашқы 10 мың жазылушыға қалай тез жетуге болады, соны айтып беретін боламын. Бірінші, контенттің масштабы. Яғни 1000-ға дейін сіз кез келген тақырыпты көтеруіңіз мүмкін, бірақ 10 мыңға жету үшін нақты бір бағытты арнап алып, сол бағыт бойынша тереңдетіп жұмыс жасауыңыз керек. Арна брендін қалыптастыруыңыз керек. Екінші, шортс плюс ұзақ видео комбинациясы. Яғни шортс сізге жаңа аудиторияны алып келіп береді, ұзақ видеолар оларды тұрақты көрерменге айналдырып отырады. Екеуін бірге қолдану сізге ең тиімді әдіс болып танылады. Үшінші, коллаборациялар. Яғни басқа ютуберлермен бірігіп видео түсіру. Яғни сіз оның каналын рекламасы, ол сіздің каналыңызды реклама жасау керек. Яғни бір-біріңізбен коллаборация. Олардың подписчигін сізге тарту, сіздің подписчигіңізді оған да жинап беру деген сөз. Бұл сіздің арнаңызға жаңа аудиторияларға көрсететін болады сіздің арнаңызды. Төртінші, аудиториямен тығыз байланыс. Біз алдыңғы видеолардан барлығында да айтып жатырмыз. Аудиториямен тығыз байланыста болу шартты, яғни орындау керек біз. Аудиториямен жұмыс жасауымыз керек YouTube канал жүргізген кезде. Яғни комьюнити посттар, пікір талас, стрим, стрим деген білесіздер ғой барлықтарыңыз. Тікелей эфирге шығып, көрермендеріңізбен сөйлесу. Пікір талас ұйымдастыру, яғни чаттарда, мысалы чат емес, жаңағы комментарияларда пікір талас туғызатын комментариялар жазу керек видеолардың астында. Сол кезде сіздің комментарийға адамдар көп жиналады. Білесіздер, TikTok'та басқа жерлерде бірінші видеодан бұрын комментариялары қызық болып жатады. Сол нәрсені YouTube'да да істеуіміз керек. Одан кейін оптимизация және аналитика. SEO тақырыбы, сипаттама, хэштег, обложка. YouTube студионың настройкасы аналитикасына кіріп, барлығын сол жерден қарап отырыңыз. Қай тақырып өтіп жатыр, соған байланысты видеоларды сала беріңіз. Сонымен алғашқы 10 мың жазылушыға жету үшін бір бағытты ұстап, шортс плюс ұзақ видео комбинациясын бірге қолдану керек, коллаборация жасау керек, аудиториямен байланыс орнату керек. Келесі видеода контенттен тыс ақша табу жолдарын айтатын болам. Сол үшін менің арнама жазылып қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз.